Ата заңдағы өзгерістерді жеке басым толық қолдаймын, кіріспесін оқып шықтым. Енді бұл өзгерістер, ұсыныстар уақыт талабына сай деп есептеймін. Енді ұнаған тұстары қарқынды дамушы қалалар болады деген тұсы маған ұнады. Ол біздің еліміздің экономикасына тікелей жұмыс жасайтын өзгерістер болғалы тұр. Себебі өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда ғылым қуған, білім қуған азаматтарға толыққанды жағдай жасау керек. Себебі бизнесті немесе кез келген саланы дұрыс жолға қойып дамыту үшін бірінші қарқынды қалалардың жағдайын толық жасап алып, сол арқылы солардың жұмысының жемісі ретінде әр салаға жаңашылдық тұрғыда драйвер болады деген сенімдемін. Ал енді осы өзім саяси партияның өкілі ретінде саяси тұрғыда күтілетін өзгерістер тиімді мемлекеттік аппаратты құру жолында және өкілетті орган құрылтайдағы өзгерістерді ол еліміздегі жаңағы заң қабылдау процесін тиімді тұрғыда жетілдіреді деген ойдамын.